Асхат ғалымұлы осы кездесуде жалпы министрліктің құзырына кіретін сұрақтар бойынша қандай жұмыстар атқарылып, қандай жоспарлар бар, соны сізге хабар етіп, соны қоса сіздердің тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беру үшін келді. Асхат ғалымұлы, сіздерге қош келдіңіз. Қысқаша айтып өтейін, Асекең бүкіл командасымен 2 күн болды, бүгін 3-ші күн облыста. Бірінші күн демалыс күні толық уранға беретін мекемелерге барып, сол жұмыспен таныстық. Кеше келіп Қызылорда қаласында түске дейін сол уран өндіруші компаниялармен сөйлесті. Мына Қазатомрон ұлттық компанияның өндіріс жөнінде басшысының өндіріс жөнінде орынбасары келді. Жалпы мына әлеуметтік салаға атқарылып жатқан жұмыстарға байланысты мамандар келді. Сонымен қоса кеше түстен кейін мұнай газ өндіретін компаниялардың басшыларымен кездесіп, біраз мәселені талқыладық. Сонымен қоса кешке жалпы Қызылорда облысының газдандыру мәселесі, қандай тиімді мәселе бар, соны талқыладық. Үлкен жақсы жұмыс атқардық. Енді ары қарай Асхат ғалымұлына сөз берсек, қысқаша бізде дайындаған айтып кетті, сосын барып сұрақ жауаптар. Көп рахмет, саламатсыздар ма? Құрметті ғалым Сағауатұлы. Біріншіден, мен қысқаша осы министрліктің атқарып жатқан жұмыстар туралы баяндап, сосын сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Алдымен осы аймақтың отын энергетикалық кешенінің қазіргі жағдайы туралы мәлімет. Министрлік мұнай, газ және энергетика салаларын дамытуға жауапты орган болып табылады, оны білесіздер. Сондай-ақ газ инфрақұрылымын іске асыру, электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау және халықты мұнай өнімдерімен және сұйытылған мұнай газымен қамтамасыз ету бөлігінде мемлекеттік саясат жүргізеді. Қызылорда облысы қазіргі Қызылорда облысының үлесі мұнай өндіру көлемінде шамамен 4,8% құрап жатыр қазіргі таңда. 2022 жылы 4 миллион тонна мұнай өндірілді. Өңірде игеріліп жатқан кен орындардың басым бөлігі кеш сатыларында. Бұл кен орындарда мұнай өндірудің жыл сайынғы табиғи төмендеуі байқалып тұрған өздеріңізге мәлім. Сол себепті ең бірінші көңіл бөліп жатқан мәселе ол геологиялық барлау жұмыстарын жалғастыру осы өңірде. Енді қандай нақты жұмыстар айтып кетейін, қандай нақты геологиялық барлау жұмыстарға көңіл бөлініп жатқанын. Ол Торғай шөгінді бассейнінің бұрғылау жұмыстарын одан әрі жүргізіп зерттеу. Қазіргі таңда ең терең ұңғыма өздеріңіз білесіздер, шамамен 3000 метр тереңдікте. Біз Серік Салауатов айтып кетті, кеше ғана тиісті жиналыс өткізіп, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері қатысып, оларына Торғай палеозойдағы тереңдігі 5500 метр ұңғыманы бұрғылайын деп жатыр. Ол дегеніміз жаңа геологиялық мәліметтерді бізге қосымша беріп, зерттеуге көмегін тигізіп, енді әлбетте біз қорлардың дамуына, олардың ұлғаюына сеніп отырмыз. Алайда бұл енді терең ұңғыма болғандықтан қазіргі таңда біз тиісті тапсырыстар беріп, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына олар осы жылы қарқынды жұмыстарды бастауға міндетті. 2022 жылдың қорытындысы бойынша тауарлық газ өндірісі өңірде 175 миллион текше метрді құрады. Көптеген сұрақтар болады, өзімізде газымыз бар. Газдың жалпы ілеспе газ бен тауарлық газды енді біз техникалық тұрғыдан емес, қарапайым тілмен түсіндіріп жатырмыз. Ілеспе газының көлемін өндіру 585 миллион текше метр болғанымен, оны тауарлық газға айналдырғанда өңірде 175 миллион текше метр ғана газ бар. Өңірдің жалпы тұтыну көлемі 800 миллион текше метр газ, яғни қалған 600 миллион текше метрден астам газ ол батыс өңірлерден осы жерге тасымалданып алып келінеді. Сонымен қатар біз газ қорларын ұлғайту бойынша жер қойнауы пайдаланушылармен
кеше ақылдастық. Бүгін басшылар отыр, мекемелердің барлықтарын. Бүгін осы залда отыр. Біздің мекемелердің басшылары, компаниялар мұнай-газға олармен ақылдастық. Қазіргі таңда мына бос газ деген енді техникалық тұрғыдан сіздерге қиындатпай, тағы да газ қорлары бар. Қазіргі таңда шамамен олар 40 миллиард текше метрді құрайды. Соны біз одан ары қарай игеру бойынша жұмыстарды мекемелермен ақылдастық. Бірінші тұрғыда оған не себеп болып жатыр? Енді ол сіздерге дұрыс түсіну керек, ол халықтың газға бағасы емес, мұнай газ мекемелерінің ұңғыманы бұрғылауға, обустройство жасауға және де осы тасымалдау тетіктерін салуға қондырғыларын. Сол үшін қажетті инвестицияларды тарту үшін оларға газ формуласының ынталандыруы қажет болды. Сол себепті біз министрлік 2022 жылдың аяғында заң газ және газбен қамтамасыз ету заңына тиісті өзгерістер енгізіліп, ол өзгерістер бойынша жаңа газ формуласын тағайындап жатырмыз, бекітіп жатырмыз. Оның мағынасы 70% экспорттық бағадағы, 30% ішкі нарық бағасынан құралатын болады. Сол бойынша біз газ қорларын одан әрі ұлғайту бойынша мұнай-газ компанияларына ынталандырып жатыр біз министрлік тарапынан. Ол үкіметтің бақылауында тұрған жұмыс. Қазіргі таңда соның нәтижесінде біз өңірде болашақта 300 миллион текше метр газ қосымша игеріледі деген сондай болжам бізде бар. Сол бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Енді келесі жер қойнауын пайдалану саласында бізде өңірде қазір мұнай қорларының саны 100 миллион тоннаға жуық қазір қалды. Яғни деген, бірақ мен жаңа басында айтып өттім, кеш сатыларында біз оларға мұнай-газ компанияларын инвестициялар тоқтатпауға, тиісті жұмыстар жалғастыруға, халықты жұмыспен қамтамасыз етуге нақты тапсырмалар бердік. Барлау жұмыстары бойынша атап өтетін болсақ, 2022 жылдың қорытындысына сәйкес шығыс Қарағанды, орталық Қарағанды учаскелері бойынша барлау жұмыстары басталып жатыр биыл. Оларға инвестициялар көлемі 1,8 миллиард теңгені құрайды осы екі учаскеде. Бұдан басқа бізде мемлекеттік жер қойнауын қорын басқару бағдарламасына сәйкес Қызылорда облысы бойынша шығыс Ащысай, оңтүстік Арал және солтүстік Арал сияқты перспективалық учаскелердің жер қойнауы бойынша аукционға қатысатын болады. Келесі слайд. Жанар-жағармаймен қамтамасыз ету. Халықты жанар-жағармаймен қамтамасыз ету мәселелері министрліктің негізгі міндеттерінің бірі. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда АИ 80, 92, 93 бензиндерінің жазғы және маусымаралық дизель отынын бөлшек саудада өткізудің шекті бағалары реттеледі, ол бекітіледі министрлікпен. Көршілес мемлекеттермен салыстырғанда енді едәуір төмен баға. Слайдта көрсетіліп тұр. Біздің шекаралас мемлекеттермен оны енді біз кемі жоқ айтып жатырмыз, түсіндіріп жатырмыз. Соның бағаның ауытқуы мәселесіне байланысты бізде іштегі тапшылықтар болып отырады, дизель отыны бойынша әсіресе. Сол себепті отандық мұнай өнімдерін шет елдерге әкетуді болдырмау мақсатында министрлік келесі шараларды қабылдады. Біріншіден, дизель отынның бағасы бірнеше есе жоғары маңындағы елдерге бақылаусыз әкету тәуелдіктерін төмендету үшін дизель отын бағасын саралау белгіленді. Екінші, мұнай өнімдерін автомобиль көлігімен әкетуге тыйым салу ұзартылды. Бұдан басқа мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу жүйесінде
өнімсіз делдалдарды болдырмау мақсатында осы жылдың аяғында, 22 жылдың аяғында заңға тиісті өзгерістер енгізілді. Келесі слайд. Аймақты газдандыру бойынша. Бүгінгі таңда Қызылорда облысының газдандыру деңгейі 70%-ды құрайды, немесе шамамен 584 мың адам табиғи газға қол жеткізді. Газбен жабдықтау жөніндегі жобаларды іске асыру әртүрлі қаржыландыру бағдарламалары арқылы жергілікті және республикалық бюджет қаражат есебінен, сондай-ақ Қазақгаз компаниясының қаражат есебінен жүргізіледі. Енді 70% өзіңіз білесіздер, көбінесе Қызылорда қаласында, ірі аудандарда қазір газдандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Енді атап кететін маңызды бір мәлімет, ол энергетика министрлігі жылда әкімшіліктің ұсынымдарында бойынша және жобалық сметалық құжаттардың дайын болуына байланысты қаржыландыру мәселесі қарастырады. Биыл 2023 жылға 13 жобаны іске асыруға 7,2 миллиард теңге көлемінде қаражат көзделген. Қызылорда қаржыландыру көлемі бойынша осы еліміздегі 3 облыстардың қатарына кіреді, ең көп қаржы алып жатқан республикалық қаржыландырудан. Қандай аймақтар? Төретам, Ахай, Бірлік, Қыра, Жайылма, Еңбекші, Абай, Досан, Шалқия, Құттықожа, Кеден, Жеделярк сияқты 12 елді мекен газбен қамтамасыз етілу жоспарлы жұмыстар жүргізіліп жатыр әкімшілікпен. Жалпы шамамен 33 мың адам газға қол жеткізетін болады, нәтижесінде осы құрылыс жұмыстары біткеннен кейін. Одан басқа ірі мәселе сұйытылған мұнай газ мәселесі. Сұйытылған мұнай газын жалпы мәліметі бойынша бізде Қазақстанда қазір тұтыну көлемі жылдан жылға өсіп келе жатыр. 1,8 миллион тоннаны құрады. 2022 жылдың нәтижесі бойынша ол 400 мың тоннаға, бір жылда 400 мың тоннаға өсті тұтыну көлемі. Бұл ретте сұйытылған мұнай газын өндірудің теріс динамикасы байқалып тұр. 400 мыңға өссе тұтыну көлемі, инвестициялардың аз болуына байланысты біздің енді халық социалды газды төмен бағадан алып жатыр дегенмен соны ескере отырып, өндірушілер, сұйытылған мұнай газды өндірушілер 400 мың тоннаға төмен сұйытылған мұнай газды өндірді. Яғни 400 мыңға өсті тұтыну, 400 мыңға біз теріс балансты, өндіру балансын қазір байқап отырмыз. Қазақстан бойынша енді 1 литрі 50-ден 70 теңге деңгейінде бекітілген. Бәсекелестік қорғау агенттігімен көрші елдермен салыстыратын болсақ, бізде де бұл 3 есе шамамен ең арзан баға. Қызылорда облысы бойынша нақты 60 теңге, егер 200 километрден асса, өздеріңіз білесіздер, 65 теңгені құрайды. Өңірде 6 газ толтыру станциясы және 178 автомобильге газ құю станциялары бар. Қызылорда облысының өзінің өндіру көлемі 75,2 мың тоннаны құрайды. Сұйытылған мұнай газ бойынша тұтыну мөлшері 90 мың тонна. 75,2 мың тонна, 90 мың тонна тұтыну көлемі. Яғни өздеріңізге жетпейді өндіріліп жатқан сұйытылған мұнай газ. Сол себепті министрлік басқа зауыттардан сіздерге тиісті жетпеген көлемді бөліп жатыр қазіргі таңда. Келесі слайд электроэнергетикасы бойынша 2022 жылы өңірде электр энергиясын өндіру көлемі 0,6 миллиард киловатт сағат құрады. Бұл ретте өңірдегі өздеріңіздің тұтыну көлеміңіз 1,9 миллиард киловатт сағат, яғни тек қана 30%-ді өздеріңізге қамтамасыз етесіздер. Қалғаны импортталады электроэнергиясы. Облыстың электр және жылу энергиясына деген қажеттілігі Қызылорда жылу электр орталығымен қамтамасыз етіледі. Өздеріңіз білесіздер, қолданыстағы электр қуаты қазір 67 мегаватт құрап жатыр. Жылу қуаты 351 гигакалорий сағатына. Енді бұның алдында өздеріңіз көресіздер, жергілікті жылу электр орталығы 60 жылдары енгізілген.
қазіргі таңда мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша заманауи бу газ қондырғысы салынып жатыр. Тиісті жобалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның қуаттылығы 240 мегаватт және жылу қуаты 283 гигакалорий болады. Облыстағы өңірлік электр желілік компания Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы болып табылады. Оның активтерінде 10 000 километр кабельдік және әуе электр беру желілері бар. Сонымен қатар кәсіпорынның теңгерімінде 1900-ға жуық электр желісінің кіші станциялары бар. Электр желісінің физикалық тозуы 69%-ды құрап жатыр қазіргі таңда. Келесі слайд, қысқаша жаңартылған энергия көздері бізде баламалы энергетика, ол да қарқынды дамып келе жатыр бүкіл елімізде. Соның ішінде Қызылордада да тиісті жұмыстар Қызылорда өңірінде атқарылып жатыр. Қазіргі таңда баламалы энергетиканың қуаты 89 мегаватт болатын 6 жаңартылған энергия көздері сіздерде жұмыс жасайды. 2022 жылғы 10 қарашадағы аукционда тағы да 20 мегаватт бойынша Тесис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аукционда жеңді. Яғни тағы да 20 мегаватт қосымша баламалы энергетиканы салу көзделіп жатыр. Енді қысқаша осымен мен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Асқар Омарұлы. Енді сұрақтарға көшейік. Кімде қандай сұрақтар бар? Өздеріңізді таныстырып айтсаңыз, сұрақтарыңыз бар. Қосасар көшесінде тұрамыз. Есімнің Жаудыр, Қосасар көшесінде тұрамыз біз. Қазір таңда біз бір айда 14,5 теңге төлеп отырмыз. Оны біз барып тексертіп, біз үйде азан кешке дейін болмаймыз. Тек арестон тұрады, холодильник тұрады, телевизор көрмейміз. Бұл қалай деп әлі ойланып жүрміз. Біз даже учетчикті барып тексерттік. Ол бәрі жақсы дейді. Бірақ 14 000 теңге аспайды. Одан көбейіп кетеді. 14 000 теңге не үшін? Киловатт, сонда киловатт жаққансыз ба? Электр энергиясы үшін ба? Аха. 14 теңге. 14 000 теңге. Айына 14 000 теңге төлеп отырмын. Қанша киловатт санат беріп отырсыз елге? Оны білмей барып тексердіңіз дейді, осындай киловатт жаққасы дейді. Біз деген үй азан кешкенің балдар садикте, біз жұмыстамыз, үйде ешкім болмайды. Қазіргі бекітілген тариф өңірде 18 теңгені құрап отыр. Қазір бұл жерде кім бар? Басқарма басшысы бар, бұл жауап береді нақты. Осы үй бойынша тексерілді ма? Микрофон беріңізші. Саламатсыздар. Сембаев Еркебұлан, осы Қызылорда қаласында энергиямен жабдықтаушы мекеме басшысы, энергия сервис мекемесі. Сіздің адресіңізді қазір біз алайық, өйткені кешегі бізде осы қаңтар және ақпан айында өте тұтыну көлемі жоғары болды. Ауа райының температуралық жағдайға байланысты бізде өте көп осындай сіз сияқты арызданушы тұтынушыларымыз өте көп. Бірақ сол біз әрбір өзіңіз айтып отырсыз, счетчигіңіз тексерілді деп отыр. Бізге киловатт энергиямен таратушы компаниядан біз Крэг акционерлік қоғамнан фотофиксация арқылы келеді. Соның негізінде жаңағы вице-министр мырза айтқандай бекітілген тариф негізінде сізге қойылады. Иә, соны біз тексеріп, тағы өзіңізге кері байланысып берейік. Қазір осы тұрған кезде, қазір барып адресіңізді алып, мамандар барып, биллинг базасына қарап, өзіңізге түсіндірме жұмыстарын жасаймыз. Басқарма басшысы бақылап алыңыз, мен нақты бір көше бойынша, нақты үй бойынша сұрақ. Руслан, соны қазір бытовой компания бар, қаланың үйінде бар, тексеріп адресін бар, сосын результат деп баяндайсыздар. Солай жақсы, келесі сұрақ. Саламатсыз ба?
Асхат Халымова. Мен мынау Дарияның арғы бетіндегі Махамбет ауылында тұрамын. Енді қалаға қарайды ғой. Енді көпшіліктің ойын айтайын деймін, өзім де тұтынушымын ғой. Мысалы, бұрындары осы келесі осы аптаға дейін біздің счетчиктеріміздің бәрі бағаның басында тұрды. Жаңада айтып кетті ғой, сол арқылы төлеп отыратынбыз. Біз үйдің сыртына да төлеп қойып қойған счетчик, бірақ ол бойынша есептемейді да. Жаңа мына кісі 14 мың деп жатыр, ол тіпті біз үшін өте жақсы деп айтамыз, өйткені біз 20 мың, 30 мың, 40 мыңға дейін төлеміз, өйткені көмірмен жағамызда, газ жоқ бізде әлі. Біздің көмірдің жаққан жылуын үйге келдіру үшін енді жаңағы мотор қолданылады ғой, соған байланысты біз оған жауап жасамаймыз. Менің айтайын деп тұрғаным, сол бағанды басында тұрған счетчикті өткен аптада үйдің қабырғасына келіп қойды. Оған дейін де мысалы сөніп қалатын біз білмейтінбіз. Енді міне сонан бері қарай 4-5 күн өтті ме, күнде свет жоқ. Күнде 1-2 сағат қана болады да жоқ болып қалады. Хабарлассақ айтады, счетчиктен ба, бұл неден болып қалды деп сұраймыз ғой. Сөйтсек айтады, бізде жаңа өзіңіздің слайдыңызда да көрсетілді, біздің облыста 69% мысалы электр станциялары тозығы жеткен деп. Мынау бізде неге бұл деп хабарласып айтады, сіздің желіңізде тоқ жетпей жатыр. Сондықтан біз қазір мастер шақырып жатырмыз дейді, оның келгеніне де 3-4 сағат төлеменен свет жоқ, пешіміз қызып, үйге жылу келмейді, ана жақ бұрқылдап қайнап жатыр, түнімен ұйқы жоқ. Жүгіріп жүреміз пешпен ортада. Осы мәселе қалай шешіледі? Біздің облысқа жаңа подстанциялар қашан келеді? Тұрғындар жаңағы дұрыс электр жүйесін қолдану үшін осы жағынан сіздердің қандай көмектеріңіз болады? Көп рахмет сұрағыңызға. Қазіргі таңда бізде мен жаңа айтып өттім, 69% тозу электр желілерінің тозуы осы облыста байқалған. Ол бойынша сіздерде тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әкімшілікпен жаңа подстанциялар бойынша әлі ешқандай бюджеттік қаражатты бөлуге нақтыланған ұсыным біз алған жоқпыз. Қазіргі таңда ең басты мәселе тозу пайызын енді сіздің үй бойынша тексеріп жатыр. Неге ондай электр сөндіру жұмыстар неге жүргізілмей жатыр, тиісті шаралар қабылдасын. Бәке, сіздер бір нәрсені қосасыздар ма? Сіз сұрақтарыңызға рахмет. Өзіңіз білесіз, бізде көбісі жүйелері самостроймен салынған. Сонда Махамбет сабалар жөнінде біз осы бағдарлама бойынша бізде көп сеттерді ауыстырып жатыр. Бюджеттен де осы жылға да біраз қаражат бөлінді, осы жұмыстың жалғастырады. Бірақ енді сіздің жеке үйіңіздің мәселесін біз қазір зерттейміз, сізге жауап береміз. Жалпы осындай жағдай болып жатқанда бізде бір қазір жүйелі түрде осы мәселелерден қарап дұрыстаймыз. Облыс бойынша сіздерге қаражат бөлінді ме? Облыс қаражатынан электр тозу бойынша. Бізде облыстың бюджеттен осы жылға 1,5 миллиард ақша бөлінді. Осы біздің қосалқы станциялардың әуе жүйелерін ауыстыруға, қалпына келтіру үшін. Бізде жаңа айтылғандай, қалада жағдай өте қиын, өздеріңіз білесіздер. Бірақ соған қарамастан бізде жұмыс жасалып жатыр. Рет-ретімен ауысып, жаңа жүйелерді 0,4-10 киловатт жаңа қосалқы станцияны ауыстырып отырмыз. Осы жылда бір үлкен күрделі жұмыстар бар, соны біз жалғастырамыз. Яғни сұрағыңызға жауап, бюджет қаражатына байланысты кезең-кезеңмен ақша бөлініп жатыр. Ең қиын учаскелерді мен сөйлегенше техникалық сараптамаlardan өткізілді. Ең қиын учаскелерде ремонт жұмыстары және жаңа подстанциялар бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді ол қаражатқа байланысты бірден 10 мың километрді облыс бойынша бір кезеңге ауыстыру мүмкін емес, кезең-кезеңмен жүргізілетін болады.
сіздің үйіңіздің мәселесі, мен онда өтініш, оны бақылауға алып. Мен де қысқаша комментарий айтайын. Жаңа айттық қой, жалпы 69 еді орташа облыс бойынша жағдай төмен. Кейбір аудандарда, кейбір елді мекенде 84-85%-ға дейін жағдай төмен. Сол себепті былтыр күрек мекемесіне 500 миллион ақша берілген. Жағдайды сол, өздеріңіз жақсы білесіз, январьдың 2-3 күні қар жауғаннан кейін қиын жағдай болды. Барлық аудандарда, Қызылорда облысында свет өшіп, содан кейін қосымша тағы 1,5 миллиард ақша бөлінді күрекке увеличение капиталы. Күрек негізінен ол енді 1,5 миллиард ақша берді, ол жаңағы қосалқы материалдар сатып алуға, содан қоса ТП-лар сатып алуға, тағы да өзі қосымша жұмыспен басқа жаңағы мекемеден келесі 3 миллиард сомаға жұмыстар жасалатын болды. Бірінші кезекте қиын өте мүшкіл жағдайларда. Оның ішінде жаңағы Бадракөев онда айтты, сіз жаңағы Наурыздан келдіңіз ба? Наурызда? Махамбет Наурызы бәрі қойды. Оны соны зерттеп көріңіздер. То же самое на контроль, я отдельно доложиться по отдельному көше бойынша, сол үй бойынша. Бармасыздың біздің бірінші билетте жоқ па деген себебін айтты. Жақсы, келесі сұрақ. Құрметті жиынға қатысушылар, мен Арай 2 мөлтек ауданы Алпамыс көшесінің тұрғыны зейнеткермін, Әбдібек Әбдіғани. Мен енді бұл арада сұрақ қойып мазаларыңызды алудан аулақпын. Бірақ бір мәселені айтып кетуді жөн санап жатырмын. Желтоқсан айының ішінде 2022 жылы сол біздің Арай 2 Алпамыс көшесінде газдың проблемасы мәселесі туындады. Сол көшеде газдың қысымы төмендеп кетіп, сол қыс айында тұрғындар қатты қиындық көрді. Газ қысымы өте төмендеп кетті. Сол кезде сол көшенің тұрғындарының атынан арыз жазып, Қазтрансгаз мекемесі бар, қала әкімдігі бар. Сол арызымызбен барып, біздің арызымызды қабылдады. Содан кейін сол газ проблемасын шешіп беруге көмек жасады. Сол қала әкімдігі ГМБ деген техниканы жердің астын қазатын тауып берді. Сол жердің астын қазу арқылы көшенің арғы бетінен сол біздің Алпамыс көшесіне жаңадан жаңа магистралға жалғады. Тұрғындар қазіргі уақытта сол газдың игілігін көріп отыр. Барлығы да осы аман-есен сол жаңағы қыстан шықты. Бірақ қатты қиын болды сол кезде. Сондықтан енді мен осы біздің көшенің жанайқайына үндестікпен қарап, біздің сол туындаған мәселені шешіп берген Қазтрансгаз мекемесіне сол ГМБ техникасын тауып беріп, сол көмек жасаған қала әкімдігіне, эксплуатация мекемесіне, сол тұрғындардың атынан мен осы арада сіздің келуіңізді пайдаланып, Асхат Ғалымұлы осы алғысымды, рахметімді айтқым келіп тұр. Атқарып жатқан жұмыстарында абыройлы болсын. Мына халықпен жұмыс істеу ол оңай емес, халық деген Құдайдың аты. Сондықтан мынау тіршіліктеріне береке берсін, сіздің сіреліне келген қадамыңыз құтты болсын. Сізге қысқаша комментарий, бұл енді жүйелі мәселе. Мына орын алған жағдайға күн суыған кезде газдың қысымдығы болмағанда бізде Қызылорда қаласының негізгі газдандырған, бірақ как называем, жаңадан қосылып жатқан тұрғын үй алаңдарда проблема бар. Белый пятна дейміз. Проблема в чем? Кезінде жеке компанияларда жасайды, келіп Қазтрансгаз аймақтан техусловиялар. Бірақ қазір соңғы заңдылыққа өзгеріс енгізуге байланысты Қазтрансгаз аймақ техусловия берді. Бұрын сол техусловия қалай қалатын, қазір Қазтрансгаз ондай мүмкіншілік жоқ. Алды, көршіден көрші бір-бірін жалауды жеке компаниясы болсын. Сол себепті көп жағдайда газдың гидравлический расчет, басқасына өзіңіз бар, солар бәрі сақталмайды. Сол пришлось қыстың өзі құрайды, закольцовывать. Қазтрансгаздың ақшасы жоқ, бізде бюджеттен ақша бере алмаймыз деген істеген. Сол себепті әкімшілік жұмыстарды ұйымдастырып, техникамен көмектесіп, қиын жағдайда тонбасын деп мәселе шештік.
бірақ болашақта тағы да ойлану керек. Қазтрансгаз техусловие берді ма, сол техусловиемен сай жасады ма жұмыстар, соны тексеретін де бір, по крайней мере, мониторинг жасады деп бір керек. Жүйелі сұрақ көтеріп жатқанымызға екі мәселе жатыр. Біріншісі мына қазіргі таңда енді халыққа аса маңызды емес, ең басты газ. Бірақ оның газды жеткізудің екі жолымен, ол жаңағы бірінші тендер жасайды. Тендер жасағанда әкімшілік жасайды, оны құрылыс компаниялары, екінші категориялық лицензиялар болса, кез келген тендердің жүйесі сондай, кез келген мекеме қатыса алады. Қазір құрылыс компаниялары, олар көбінесе енді барлығы бірдей деп айта алмаймын, көбінесе енді кәдімгі қоғамдық құрылыс жұмыстарында жасай беріп жүре бере алып, газ құбырларында салуға күн көру үшін тендерге қатысып жеңімпаз болады, жеңеді. Сосын өздерінің техникалық мамандар болмай қалады көп құрылыс компанияларында. Одан кейін олар екінші мәселе сол салуын салады, салуын бітіреді. Енді мына Қазтрансгаз аймақ мекемесі келіп қабылдаудың алдында қабылдай алмайды. Немесе құжаттар толық емес, немесе жаңағы техникалық қондырғылары сәйкес келмейді. Г, П, Ш, П сұрақтар көп ол жерде. Сосын қабылданбай жүреді. Бірақ енді біз министрлік тарапынан әкімшілікпен бірге жұмыс жасап, ондай объектілерді салынды ма газды жібере беру керек. Ары қарай халыққа ауыртпалығын тигізбес үшін газ жіберіледі міндетті түрде. Жаңа сіздермен. Сосын енді ақаулықтар пайда болады, оны қайтып жөндейді. Бірақ әйтеуір газ салынды ма, құбыр газ келсін деп сондай тапсырма беріліп жатыр жан-жақта. Мысалға Қызылорда облысы ол жалғыз Қызылорда өңіріне тиесілі проблема емес. Ол бүкіл Қазақстанда қазір сондай проблема болып жатыр. Мына Қызылорда өңірінде 39 сондай объект бар. 39 объект, соның 39-ы әлі Қазтрансгаз аймаққа берілмеген. Бірақ олардың барлығы бойынша газ халыққа жеткізіліп жатыр. Оны құрылыс салып болғасын, халықтарды жөндеп, сондай жұмыстарды жүргізіп жатыр. Жүйелі мәселе министрліктің қадағалауында біз енді заңға да өзгеріс тиісті енгіздік. Бұрын Қазтрансгаз аймақ жаңа Серік Салауатұлы айтып өтті, ақаулықты жөндеу үшін бюджетте ақшасы қарастырылмаған. Енді сол мәселені шешу бойынша алдында жылына бір рет қана өзгеріс енгізу көзделген. Заңнамада қазір біз оны 5 жылдық тариф ретінде, 5 жылдық, бірде 5 жылдық тарифқа 2022 жылдың аяғында бюджетті қарастыру бойынша өзгерістер енгіздік. Енді сол осы мәлімет сіздерде үлкен жүйелік сұрақ, біз оны міндетті түрде бақылауда ұстап жатырмыз. Көп рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Саламатсыздар, құрметті Жеңіс Қауым, құрметті Серік Салауатович, Асқар Ғалымұлы. Біз Шыңғыс ЛТД деген мекеме, осы жақта газ бекет станцияларымыз бар. Распределение жөнінде сұрағым бар еді. Біз қазір Қазгермұнай деген мекемеден аламыз өзіне тиісті объемдарымызды. Бірақ қазіргі кезде газдың жетпеуіне байланысты Атырау Айымқызыдан объемды алындар деп бізге басқарма басшылығынан, акиматтан. Сол объемды алмасақ, келесі айда мысалы ояқтан алу 36 тонна. Келуімен ол жыды тупиктері бар, жыды перевозкасы бар, яқта енді перевалқыларымыз болмағаннан кейін бізге бағасы көпке 60, біз енді акимат бар, антимонополиямен келісім шартқа отырғанбыз 60 теңге, жаңа 200 шақырымнан асты 65 теңгеден сату мөлшеріміз аса алмаймыз. Бірақ Атырауский Айымқызыдан алсақ, ол бағасы қымбаттау болып келеді. Сол жағын көмектессеңіздер, өткен біз айтамыз да, өзіміздің неміз бар, жыды тупигіміз болмағаннан кейін машинамыз бар, базымызда өзіміздің ГМП-міз бар. Объемды Атыраудан алмасы келесі айға азайтады да,
сол мәселені қалай шешуге болады, чтобы осы Казгермунайдан алып, өйткені Казгер өзіміздің машинамыз бар, мынау 150 километр жерден Казгермунайдан алып, өзіміздің бекеттерімізге таратуға бізге оңай, и былайынша бағасы да тиімді. Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден, мен мына сізге слайдтарда да көрсеттім, өңірде өндіріліп жатқан сұйытылған мұнай газдың көлемі өздеріңізге жеткіліксіз, біліп жатсыздар оны. Қалған жетпеген осы көлемде біз басқа зауыттардан беріп жатырмыз. Енді неге АНПЗ болды? Себебі мына біріншіден қазір бүкіл Қазақстан бойынша сұйытылған мұнай газының тұтыну көлемі күрделі өсті, үлкен көлемде. Мына тиіп тұрған Шнос Петрокрастан Oil Products зауыты, ол мысалға айына 25 мың тонна сұйытылған мұнай газ шығаратын болса, Түркістан 13 мың, Шымкент 8 мың, Алматы одан қалса Алматы қаласы, Жамбыл, бәріне жетпей жатыр. Оларда өздеріңіз білесіздер, үлкен мегаполистер, үлкен қалалар, оларда да бар. Енді сол себепті біз ең жақын деген таңдап алғанымыз сол АНПЗ-ны. Көлемі көп емес, біз Серік Салауатұлы ол проблемаларын айтты. Біз қазіргі таңда Казгермунаймен тиісті жұмыстар жүргізіп, қосымша өндіріліп жатқан көлемдегі сұйытылған мұнай газды нақты жоспарды бізге беруді сұрадық. Ол бойынша енді қазір олар 5700-5800 көлемінде ай сайын беріп жатса, біз енді ол физикалық облыстарға байланысты өздерінің газ дайындау қондырғысында ол мөлшер өзгеріп жатыр. Біз енді статистикаға жүгінсек, шамамен 400-500 тонна ай сайын ол қосымша көлемде өндіріп жатыр сұйытылған мұнай газды. Сол қосымша көлемдегі сұйытылған мұнай газ міндетті түрде осы өңірде қалып жатыр. Соның есесіне АНПЗ-дан бөлініп жатқан сұйытылған мұнай газдың көлемі азаяды. Қазір нақты оны қалай шешуге жалғыз сіздің компанияға деп біз оған айта алмаймыз. Себебі біз министрлік атынан ең басты біздің мақсатымыз өңірге тиісті көлемде сұйытылған мұнай газды жеткізу. Одан кейін әкімшілік өздеріңіздің механизмдері бар, заңда өзіңіз заң бойынша әкімшілік оны сіздер сияқты газ толтыру станцияларына, автоматтандырылған газ құю станцияларына өзі бөліп отырады. Скажи, комментарий берейін. Енді жалғыз басқа мұнай газ саласында жұмыс істейтін залда мамандар көріп отыр. Біріншіден біз енді Қызылорда облысының тұтыну көлемі 8000 тонна шамасында. Казгермунайдың беріп атқан плановый 5-7. Қосымша беретін 6-3, 6-5 ары кетсе. 1,5 мың ремонт алады. Біз жаңа жылға дейін қасымызда Шымкентке алып келеді. Енді Шымкент жаңа айтқан осы өңірлердің тұтыну көлемі көбейгенсіз жетіспей жатыр. Бізде сол Атырауға берді. Атыраудан біз январьда 2000 үстінде алдық. Февральда қазір 1711 тонна. Оны біз азайту жөнінде мартқа бізге 800 тонна берді. Біз министрлікпен жұмыс жасап 302-ге дейін түсірдік. 500-ін қосымша Казгермунай болады. Сондай жұмыстар жасағанбыз. Бірақ сіз осы мәселені шешу жолын сұрадыңыз ғой. Болашақта мына кеше айтып жатқан Асат ғалымұлы мұнай компаниялардың басшылары отырды. Меніңше бізде Казгермунайда екінші өкілі бар. Қуаттылық мощность бар, газ жетпейді. Сол Казгермунай, сосын басқа компаниялар бірлесіп газ берсе, бізге қалаға келіп жатқан көгілдір отынмен, соны болса сұйытылған газдың көлемі көбейеді. Сол бағытта жұмыс жасаватырмыз. Меніңше біз өзімізге қажет кемінде 8000 тонна сұйытылған газ. Сол Казгермунайдан болса, ары қарай басқа Атырауға я Шымкентке тәуелді болмаймыз. Біз азды көпті бізге сауық сол мекемесі керек 200 тонна плюс Ақтөбеден алатын едік, Ақтөбеден батыс жақтан болса Ақтөбеден алмай жатырмыз. Сол себеп негізгі біз Казгермунайдан өндірілетін газдың көлемін ұлғайтуымыз керек. Сол бағытта жұмыс жасалып жатыр. Құдай қаласа биыл жұмыстар басталады. Біз соны тездету бойынша не болатынбыз. Шешу жолдары Казгермунайдан газды көбейту. Қазіргі жағдайда Казгермунайдың газы бізге жетпейді. Айтып отырмын, 8000 тонна қажет.
507, 6300 шамасында қазір өндіреді. Любой случай бізде дефицит. Сырттан алуға не болмас. Бірақ Шыностан Шымкенттен алуға болмайды, сол Атыраудан аламыз. Енді сіздердің қазір неден алып жатқан, Қазгидрометтен алып жатқан бір тоннасы 37 мың теңге, аяқтан алсаңыздар где-то 73-74. 73-74 теңге алғанның өзінде есептесеңіз, сіздер оны жаңағы литрға айналдырғанда где-то 40 теңгедей болады, 60 теңгедей сот. Запас бар. Біз оны бәрін қарап отырмыз. Сіздің жағдайыңыз вообще себестоимостың асып кететін болса, біз оны не алмаймыз ғой. Какой запас бар. Конечно, бұрынғыда қарағанда пайдаларыңыз, маржаңыз екі есеге түсіп отыр. Сіздің шырылдап жатқанын түсінеміз, бірақ еще запас проще істейсіз. Сіздің компания негізінен кислород шығарасыз, білесіз? Иә, кислород. Облысқа біз кислород болғаннан кейін. Жоқ. Сол себепті Атыраудан алатындар үлкен Аралгаз, Қызылордагаз, Турагаз деген бұрынғы мекемелер шамасынан береміз. Майдаларды сіздер сияқтылар ретке жегенше біз өзіміз қиылып жатырмыз. Қазгидромет туралы жағдайды білеміз, сондай не контролируемый емес. Сол хотя облыстың бөлігінде алсақ, сау сойылдан жақсы. Вице-министр келген соң айтып, мен де ол кісіні айтып жатырмын. Сіздерді жылатып, қазір неден Атыраудан алмасаңда, Қазгидрометтен алмас деп амал жоқ. Мы идем на такое. Келесі айда объем қысқартса болғаннан кейін аламыз. Мы руки выкручиваем, но знаем предел. Айтқандай у вас еще есть предел, резерв есть. Қатты не қоймаймыз, как будто біз жай не болатын деген. Залда қаншама қалып отыр, түсінсін. Біз оны бақылап отырмыз, контролируем ситуацию. Жақсы, рахмет, жақсы. Саламатсыздар ма? Менің есімім Мырзабай Баралбек. 80 газ жеке серіктестігінің басшысы. Біздің мекеме Қызылорда облысында сұйытылған мұнай газын бөлшектеп сатумен айналысады. Бізде қазір облыс бойынша 11 автогаз құю станцияларымыз бар. Бізде негізі аймай қажеттілігіміз 400-450 тоннаны құрайды негізі. Ал бірақ министрліктен бөлінетін ол 2 есе аздау. Соңғы 6 айда мысалы министрліктен бөлінген 1 тонна 573 тонна нені құрады, ал біз өзіміздің негізі сатқан көлеміміз 2 тонна 173 па сондай 600 тонна разница бар. Соны біз қалған бөлек солардан сатып алып, 2 есе қымбат бағаға сатып алып, жұмыс тоқтатпау мақсатында сатып алып, халықтың наразылығын тудырмау мақсатында жұмыс тоқтатпай сатып алып отырмыз. Министрлікке де хатты талай жолдадық, біздің негізгі көлемді көтеру жөнінде. Соның бірақ әлі мұндай дұрыс не болмай жатыр да. Мысалы, жаңағы 420 тонна, 178-ді бөлген кезде 420 тонна бізге бөліну керек қой. А бізде наурыз айына 182 тонна ғана бөлінген. Мысалы, қалған 15 күн біз енді жұмыссыз отырамыз. Тегін мысалы операторлар бар, аудан ғой, Арал ауданында, Шишақ ауданында отырады. Халықтар постоянно неге жоқ дейді. Біз енді сол енді қанша хат жолдап жатсақ та, негізгі көлеміміз сол бір халықта. Соны көтеріп беруімізді сұрайды. Рахмет. Енді басында айтып өттім, сіздер халықты тыңдап отыр, түсіндіріп кететін нәрсе бар. Бірінші сіз жіберіп отқан, енді ол бәрі заңда қазір бекітілген нәрселер ғой, өзінің формуласы бар. П1, П2, Q3, жаңа коэффициент Q1, Q2, Q3. Оны біз жақсы енді осы салада жұмыс жасап жатқасын. Оны біз министрлік тарапынан біздің басты мақсатымыз өңірге тиісті көлемде сұйытылған мұнай газды жеткізу. Одан қарай заң бойынша ЖКХ басқармасы сіздермен жұмыс жасап, оны коэффициенттер бойынша бұларда енді ойнан келген объемдарды бөле алмайды ғой. П1-де қанша коэффициент сіздерге келіп жатыр, П2, П3 бәрін қосып, әр тарату мекемесіне сөйтіп бөліп жатыр, біз оны көріп жатырмыз. Әкімшілікте тегіс барлықтарына бірдей бөледі деп ойлаймын газды осы жердегі мекемелерге. Қосымша баяндайтын нәрсе бар ма? Жоқ, мен қазір біз жаңа жылға дейін энергетика болдық, жаңа жылдан бастап управление предприятиясымен соның мына немен ГСМ-мен айналысатын заправканың бәрі газ сатқан не жанар жағар сатқан бір заправка, сол сөзінде. Сіз қандай Сексен газ. Понятно, оны білеміз, сіз негізінде Арал ауданында қамтамасыз етесіз.
Сіз енді жаңа айтып отырсыз ғой, бізде 400 тонна сұрап отырса. Бізде жаңа қазақта жаңа түйе сұрасаң береді деп. Мен жаңа айтып отырмын, біздің облыстың несі пайдалану көлемі 8 мың. Сіздердің заявкаларыңыз 13 мың. Мен өткенде Асхат айттым 13 мың. Мүмкін емес сіздерде 13 мың. Конечно, мүмкін емес. Артымен сұраймыз. Бірақ жаңа айтып отқан мұнай газ жетпей жатқансыз, сіз тетке шектей бассыз. Қазір 182 400 мың орында 180 беріп отыр. Бұл мүмкіншілік болса беретін еді. Потом қиындау болып тұр жағдай. Поэтому әркімге көргенде коэффициенті бар, басқасы бар. Бұлай енді бәріміз Қазақстанның халқымыз ғой, бірақ кейбір нелерде, заправкаларда Қызылорда облысында бар, и басқа өңірлерде бар. Сол басқа өңірлерде бар заправкалардың шамалы формулаға қарамай қысқартқан неміз бар. Потому что біздің өзіміздің осы именно мартта қазір бізде шынос 15 марттан тұрады. 15 марттан. 15 марттан бастап тұрады. Значит, Шымкент, Жамбыл, Алматы облысы, Түркістан облысы қиналады. Сол себепті в любом случае бізден, например, осы айда Қазгермайдан 500 тонна Жамбылға берді. Бізде не ол министрлік қалай амал жоқ. Оны біз бақылап қарап отырмыз, ретінше беріп отырмыз. Біреуге беріп, біреуге бермесе, другой дело. Бәрі аздап кемітіп жатыр. Бәрі сіздер мекемелер ғой. Бәрі формула бойынша қалай? Сіздерге енді 400 тонна сұрап жатсыздар, бірден сұran. Бәрі сұраныс сондай ғой. 350-ден асып кетеді. Ана есептегенде айтып отырмын, 6 айда соңғы айда 2100 не сатып отырмыз. Бірақ алғанымыз министрліктен 1,5 тонна, 600 тонна разница. Жақсы. Енді тапшылыққа байланысты солар бөліп жатыр сіздерге. Жақсы, ескереміз. Тағы Ассаламу алейкум. Менікі енді ұсыныс ретінде айтып жіберсем бәлем. Бізде Жаңақорғандағы автоматталған газ тарату станциясының қуаттылығы қазіргі шектеулі болып тұр. 20 мың куб сағатына жіберіп өткізу қабілеті. Осы өткен аптада Шалқия цинк мекемесі ПСД разработка жасады, кеңейтуге 40 мыңға дейін. Соған жаңағыдай республикалық бюджеттен құрылысына кеңейтуге қаржы бөлінсе деген ұсыныс. Агрессия Шалқия цинк мекемесі үлесін алып жатыр, өз есебіміз қаражатында. Расширениесі, да? ПСД-сін. Бұлар енді сіздер стройкаға, да? Строительствоға. Енді қазір мен жаңа баяндамада айтып өттім ғой. Қазіргі таңда Жаңақорған бойынша ауылдарға айттық. Шалқия, Құттықожа, Жайылма, Бірлік, Қыраш. Осы ауылдар бойынша 2023 жылға Жаңақорған бойынша Бірлік, Жайылма, Шалқия, Төменарық, Кейден бойынша ақшалар қаражат бөлініп жатыр. Егер мына қаражат пен облыстың қаражатына жаңа айтып өттім, 7,2 миллиард болса, 7,2 миллиард болса, сізге Жаңақорғанға тиесілі қазір айтсам 2,5 миллиард. Соның енді 7,2-ның 2,5 миллиарды осы Жаңақорған ауданына бөлініп жатыр ғой қазір. ПСД қалай дайын болады? Бізде заң бойынша олар бізге әкімшілік өздерінің ұстанымын жібереді. Біз ПСД-ні қалай аламыз? Сол бойынша қаражатты бөлуді қарастырамыз. Қазір ПСД жобалық сметалық құжат дайын емес сіздерде. Кішкентай комментарий берейін. Бұл кісілердің айтып тұрған астары қазір агрессияның расширениесін жасамаса болашақ газ жетпей қалады. Уже дефицит бар қазір. Түсінікті. Ана Шалқия құрылысы біткенше олар қазір ПСД-ні жасаса, біз ары қарай міндетті түрде қазір айтып отқан елді мекендерді газдандыру жұмысы басталып, оларға жетпейтін, пока ертең просто талас қылмай Шалқиямен елді мекен талас болу үшін болып жатқан жұмыс қой. Қазір ПСД-сын бітсін, біз ары қарай қаржы сұраймыз. ПСД-сын аяқтады, экспертиза өтті уже. Түсінікті. Саламатсыздар. РК мұнай жауапкершілігі
Шілтелі серіктестігінің құрылтайшысы Нұржанова Рәбиба. Мен дистопливо мәселесін тағы бір қозғағым келіп отыр. Жаңа айтып өттіңіз, бізге түсіндіріп, сонда да бір түсінбейтін мәселелер болып тұр. Қазіргі мемлекеттің сатылым бағасы 230 теңге деп белгіледіңіздер. Бірақ енді оны алайық десек, осы уақытқа шейін оператор болып келдім 30 жылдан бері. Мынау осы былтыр биылдан бері бізге дистопливо бір вагоннан ғана береді. Қалған кезде берілмейді. Бұл неге, не себепті? Ал енді жан-жақтан сұрасақ, биржадан сұрасақ, қымбат. Ал жаңағы ортада жүрген дәнекер мекемелер, олар 360 мыңнан тоннасы 331 теңгеден бізге келеді. Ал оны жұртта берейік десе, ол қымбат дейді. Мендегі мекемелер бәрімізге осы облыстың кәсіпкерлері ретінде жаңағы құрылысшы компаниялар, құрылыстағы, сосын жаңа менің аудандарда, алыс аудандардағы заправкілермен сол дистопливо қазір тапшылық болып жатыр. Бұл дәл осы биылғы жылғы мәселеміз. Келесі, енді көктем келе жатыр ғой алдымызда. Орада бір үлкен әңгіме болайын деп тұр бұл осы дистопливо жөнінен. Мынау сет, жан-жақтан келген сет мекемелер жаңағы, мысалға Қазмұнайгаз, Гелиос, Казэнерджия, сондай мекемелерде қазір 100 литрден әр машинаның басына беріліп жатыр. Ал енді бізге ондай да дистопливо берілмейді. Біз енді осы облыстың кәсіпкерлері осы жерде отырған бюджетте налогты жақсы төлеп жатырмыз. Ал енді бұдан кейінгі жағдайымыз қалай болады? Біз ары қарай жұмыс істей аламыз ба, жоқ істей алмаймыз ба? Мынау Петросанның істеп отқан тірлігін министерство біледі ме, білмейді ме? Маған сол жағы қызық болып тұр. Енді өзіңіз келіп отырғаннан кейін осы мәселенің басын ашып айтып берсеңіз екен. Рахмет, мен Серік Салауатұлыдан сіз мекеме жайлы сұрап отырдым, сондай көлемдері қандай деп. Жаңа айтып өттім, реформа бұл жерде де қарапайым сөзбен айтқанда қазіргі таңда біз ашықтықты қолдап жатырмыз. Өзіміз біріншіден 230 теңге өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, өте арзан баға. Бізде басқа елдерге өкінішке орай өзіміз қорғайдағы шекараны білесіздер, біздің өзіміздің халқымыз кәсіпкерлікпен айналысамыз деп күніне бірнеше рейстер жасап, жүкті машиналар келіп кіріп шығып, бүкіл дизель отынның енді бізде енді шамамен 15-20%-ын сол біз өзіміздің елімізде бізде баға ауытқуына байланысты шығып жатыр елімізде. Соны болдырма мәселесін қарастырып, бүкіл тиісті шараларды қабылдап заңға өзгерістер енгізілді. Ең біріншісі қандай? Сіз көтерме саудада жұмыс жасап жатырсыз, заправкалардан басқа. Көтерме сауда үшін сіздерге қазір жер қойнауын пайдаланушылармен бірге неге сіздерге аз беріледі? Қазіргі рәсімдеу процедуралары бізде жер қойнауын пайдаланушымен бірге сіз көтерме саудашы ретінде немесе бір мекеме ашуға қажетсіз, немесе сіздің құрылтайшыларыңыз жер қойнауын пайдаланушылардың өзі болу керек. Сол кезде ең бірінші талап сол көтерме саудада тиісті көлемде дизель отыны сізге берілетін болады. Екіншісі, АЗС-тарға жеткізу, сіз айтып отқан неге кішкентай көлемде беріліп жатыр. Ол енді кәсіпкерлікке байланысты. Бізде қазіргі таңда дизель отынын өндіру елімізде былтыр 5,2 миллион тоннаны құрады. Ол енді өзі бізде ең рекордты цифра 5,2 миллион құрады.
Соның ішінде бізде тұтыну мөлшері 5,5-5,6 миллион тонна құрап жатыр. Яғни қанша өндіріп жатыр, үш зауыттар өндіріп жатыр, соның өзі жетпей жатыр қазіргі таңда. Сол себепті осындай енді барлықтарына кішкентай көлемде бөлініп жатыр. Біз енді оны қадағалайық, қазір реформалар заңға жылдың соңында ғана өзгерістер енгізілді. Қазір осы жылдың басынан бастап жаңағы көтерме саудада жер қойнауын пайдаланушылармен бірлескен мекемелер бүкіл қазір енді тұрақтанды. Олар өздері дизельдік отынды біз оларға нагрузка ретінде елді мекендерге бөлуге тапсырма беріп жатырмыз. Нақты қазір неге осынша көлеммен дәл қазір сізге айтып бере алмаймын, оны тағы да біз қарастырайық. Жалпы мен жағдай осындай дизель тапшылығы болып жатыр. Мен кішкентай нақтылап берсем, енді сіз енді бұл сұрақпен әсет бағалып айналысып енді осы жаққа министрліктің өкілі ретінде қойып жатқан сұрақты. Бірақ бұл жерде мекеменің басшысы айтып жатқан мәселесі өзінің заправкасы аз, енді заправкасына қарай 230 теңгеге береді. Аз болып болса бұл жерде. Бірақ бізде осындай бірнеше мекеме бар, жабдықтаушы. Мына құрылыс компанияларға бюджеттен қалып, мектеп, больница, басқа олардың бюджет есінде ПСД-сінде қаралған, міне, мынандай бағамен сметасында. Поэтому бұл қымбат бағамен ала алмайды. Дәл сондай жағдай жол салып мекемеде. Қазір бізде үлкен құрылысшылар бар, Қызылорда Жезқазған. Бәрі сондай подрядчиктер біздікі. Басқа компаниялар, басқа елдердің ұтып алғанда жұмыс таптары солар. Олардың сметада сондай қалған. Қыстың күні мазутты битумды ертерек жазда тапшы болмайды, қыстың күні алындар не болды. Енді мазутты құйып алу үшін, жылу үшін тағы сәлеп пайдаланады. Дәл сондай. Жоқ, енді біздің ұсынысымыз. Осындай компаниялар біз берсек, әрбір өңірде мынандай дегендей ертең мына мәселе шешпесе өте қиын болады. Жазылып тұр, массовый құрылыс жұмыстар басталғаннан кейін олардың әрқайсысының артында 1,5-мың үстінде жұмысшылар бар. Саля болмаса жұмыстар болады, жұмысшылар айтқысы болады. Сол себепті бір какой-то 230 болмаса да бірдемен қосып, бір жағы мынандай компанияларға неге әр облысқа бір лимит берсе деген. Сол жағынан министрмен айтсаңыз. Мен түсінікті сөз сол сұрақты түсіндім. Қазір мен айттым ғой, бізде қазір өндіріп жатқан көлемнің өзімізге жетпей жатыр. Біз қандай шаралар алып жатыр? Бізде импорт. Бір ғана шешетін мәселе, бізде қазір Ресей тарапынан импорттық дизель отынын біз алып келіп жатырмыз. Одан басқа ешқандай бұл мәселені шешу жолдары жоқ. Енді осы импортты алып келуді біз қазір Қазмұнайгаз мекемесіне жүктеп жатырмыз. КТЖ-ға бөлек жүктеп жатырмыз. Олар себебі мемлекеттік мекемелер ең басты нагрузкасына өзіне алсын деп. Қазір мен нақты айта алмай тұрғаным, егер ол импорттың бағасы қандай келеді, қандай бағада болады. Бірақ осы жылы бізде Ресеймен индикативті баланс бойынша бізде шамамен біз өзімізге енді максималды түрде 800 мың тонна келістік, аламыз деп Ресеймен олар келісті. Бірақ әр айма-ай біз қарап отырамыз, нақты қаншасы қажет болады, сол 800 мың тонна дизель отыны. Біз осыншама дизель тоннаны біз қазір импорттайын деп жатырмыз. Міндетті түрде ондай кезде, егер біз импорттайтын болсақ, жаңа біз айтып кеткендей бағаның өсуіне алып келуі мүмкін. Ол бойынша да наразылық тудырады. Енді қарастырып жатырмыз жолдарды. Қазір нақты сізге айта алмаймын, мынанша болады, мынандай жұмыстар Biz bir жарым сағаттар ұйықта бармыз келістігімізге. Осымен Айтпеңіздер енді уақыттарыңыз қайда екенін түсінемін. Дегенмен жақсы бір кездесу болып жатыр. Жалпы біз мына 2020 жылы облыстағы әлеуметтік экономикалық мәселелерге байланысты шешімі табылмай жатқаннан кейін президенттің халық үніне еститін үкімет деген
тапсырмасына сәйкес önümüzde естілмей жатқаннан кейін арнайы облыста бірқатар елде қызмет атқарған тәжірибелі кісілерден ардагерлер дауысы қоғамдық бірлестігін құрған болатынбыз. Енді соңғы бір жылда осы облыста үлкен кадрлық өзгерістер болып, жақсы былай жұмыстардың басын бастап жатсыздар, оны біз байқап, бағалап та жатырмыз, халық та оның нәтижесін көріп жатыр. Премьер-министрден бастап елімізге көптеген министрлер келіп жатыр, елдің халықтың үнін естіп жатыр. Көп рахмет. Асхат Ғалымұлы, сізбен де қазір екі рет кездестік. Онлайн есебінде біздің осы көтерген мәселеміздің ішінде мына суға байланысты, газға байланысты, жарыққа байланысты, жалпы әлеуметтік экономика мәселелеріне байланысты біраз мәселені көтердік. Сол ішінде газға бір айрықша тоқтағанбыз. Соған байланысты жаңа айтып өттім, онлайн режимінде министрменен Қазақ газының басшысы Санжармен, монополия реттеу агенциясының басшысы бар, өздеріңіз бар, орынбасарлары бар. Көптеген кісілермен бірінші кездесу өткіздік. Өзіңізге соңғы рет сол өткен жылдың шілде айында арнайы облыстық әкімдікте де кездестік. Енді бірінші әрине әркімнің әр ұлттың басының проблемасы жетіп жатыр, бірақ елдің осы сыр өңірінің экологиялық апат аймағындағы өңірдің проблемасына байланысты біз көтеріп едік. Соның бір жаңа айтылып өтті, газға байланысты. Әрине 70% халықтың, 850 мыңдай халықтың, 600 мыңдай халық қазір газдан рахатын көріп отыр. Бұл үлкен жақсылық. Қанша көмірден кезінде 92 жылдары Қызылорда қаласында тәулігіне 55-70 кузов сексеуіл келетін. Қаншама көмір келетін. Міне осының барлығын біз қазір Қызылорда қаласы бар, аудан орталықтары бар. Бұл бейнеттен құтылды. Бұл үлкен халықтың бір әлеуметтік жағдайын жасалған жақсылығы деп есептеуіміз керек. Дегенмен біз жан-жаққа қарап отырмыз қазір. Өңірлердің жағдайы қалай? Бірінші, бізде 261 елді мекен бар Қызылорда облысында. Біз 70% халықтың газ пайдаланып отыр дегенмен 261 елді мекеннің 26 ғана елді мекеніне газ барды. Қалған 224 елді мекенге әлі газ барған жоқ. Тем более сексеуіл пайдалануға қазір 10 жыл болды тыйым салынғанына. Сексеуіл пайдаланбаса, газ бармаса, ол елдің жағдайы қалай болады? Қазір өйткені елді мекендердегі әлеуметтік жағдай шамалы қиындау болғаннан кейін, осындай проблемалар шешілгеннен кейін ауылдың жастары ауданның орталығына қалаға көптеп көшіп келді. Қазір 850 мың халықтың 600 мыңға халық қазір уже аудан орталығының Қызылорда қаласында. Ол проблеманы көбейтті. Олардың бәріне қазір 40 мыңдаған осы қаланың өзінде адамдар кезекке тұр үйде. Қазір қаншама микроаудандар ашылып жатыр. Оның бәріне қазір коммуникация апару керек. Жарықта, жолда, светте, мектепте толып жатқан. Ауылда жастар кеткен сайын ауылдың халқының жасы үлкейіп, қартайып бара жатыр. Ауылда жұмыс істейтін адамдардың кеткеннен кейін, онда ауылдағы ауыл шаруашылық өнімдерін кім айналысады? Сондықтан бұл әлеуметтік үлкен маңызы бар мәселе. Жастар бара бергісі келмейді. Өйткені газ болмаса әрине жарық, газ, тағы басқа су, біраз проблемалар бар. Әлеуметтік мәселеге байланысты. Сондықтан ауылдық елді мекенге кеше біз инаугурацияға қатыстым, мен өз басым президенттің бірінші жарлығы, шыққан жарлығы, ауылға байланысты жарлық берді. Ауылдың жағдайын көтеру, ауыл шаруашылығына байланысты үлкен саясатты қолдау жөнінен арнайы жарлық шығарды. Сондықтан бұл мәселеге келген осы сол биліктен келген азаматтардың барлығына да осыған айрықша мән беру, міне мән беретін нәрсе газданды. Мен бұны өткен жолда айттым сізге. Атырау облысында 92% елді мекен газдандырылған.
мен халықтың санын айтуды қойдым. Елді мекенді газдан 92% 8%. А бізде 90% елді мекен газданған жоқ. Мен жаңада сіздің кездесуде жеке айттым. Атырау қаласынан Гайнишкені Құрманғазы ауданының орталық Гайнишкіге шейін 570 шақырым, 270 шақырым. Ар жағында Астраханның Асан, Құлшық, Сүйіндік ауылдарында 15-20 елу қожалық тұрады. Соның бәрі газдандырылды. Ал енді Маңғыстауымыз 60%-ға жоқ, Ақтөбеміз 50%-дан астам, ол 60%-ға жоқ. Мынау тұрған Түркістан облысы мысалы 51%, біз 8-9-10% газдандырылып отырмыз. Бейнеу, Өгіші дейміз, Бейнеу, Бозой, Шымкент газының бойында тұрмыз, ақшаулағымыз бұл бар. Сондықтан біздің бір қуанғанымыз, бізге энергетика министрлігі арнайы қағаз алып көрдік. Сіздер 16 сентябрь күні министрлікте арнайы Қызылорда облысының 15 газбен мұнаймен айналысатын мекемелердің бірінші орынбасарларын жинап, Қызылорда облысының газдандыру проблемасына байланысты комплекс шара қабылдайтын болып бір басқосу болды. Оның бәрі біздің хабарымыз бар. Біз қуанып қалдық. Демек, біздің Қызылорда облысының газдандыру мәселесіне энергетика министрлігі бет бұрды деп қуандық. Бірақ содан бері қазір уже 6 айдай уақыт болды. Ол комиссия құрылды ма? Ол қандай шара етіп жатыр? Оның барлығын біз енді онша әлі хабар алған жоқпыз. Бірақ сіз бүгін біраз баяндама жасап жатсыздар. Бәрін айтып жатсыздар. Соның бір ызғары шығар. Демек, бірақ жылына жаңағыдай 13 елді мекен болған кезде біздің 240 елді мекен ету үшін әлі 20 жыл уақыт керек. Сондықтан қаржы енді Қызылорда облысына 3-ші орын болып жақсы бөлініп жатыр дедіңіздер ғой. Қаржы бар ғой мемлекетте. Сондықтан Қызылорда облысы экологиялық апат аймағы болғаннан кейін басқаша көзқараспен қарау керек. Басқа ғалымды сіз осы жерде жұмыс істедіңіз. Сіз Торғай петролиумде оператордан бастап осы жердің жағдайын бәрін жақсы білесіз. Сіздің билігіңіздің бұратын да білеміз. Сондықтан сіздің өткен жолында бәрін түсіндіріп жатсыз. Бұл халыққа түсіндіру бір жағы. Бірақ екінші жаңағы проблеманы айта бергеннен көрі біздің проблемаларымызды шешуге үлкен бетбұрыс жасаған дұрыс. Біз тариф жөнінде де үлкен мәселе көтердік. Тарифті неге Атырауда, Маңғыстауда, Ақтөбеде 10 теңгеден аспайды? Қызылорда неге 21 теңге болады, 29 теңге болды ғой? Мына жақта мысалы, сондықтан бізде газ шығып жатыр ақшабұлақтан. Біз кристалл менеджмент деген мекемені айттық сізде. Тағы да ешкім жауап жұтқысы келмейді. Әрине біз білеміз, кристалл менеджменттің электроэнергиясын шығарып, сол жердегі мұнай компанияларына жарықпен қамтамасыз етіп отырған ол дұрыс шығар. Бірақ ол заң бар ғой. Территориядан шығып жатқан байлықтың бірінші пайдалану сол төңіректің халқының әлеуметтік мәселесі жұмсалу деген заң бар. Содан артылып жатса бар, басқа салаларға беруге болады деген заң бар. Бірақ соны қарамастан, жаңа айтып отырсыз 800 миллион деп, соның 200 миллиондай көмірін сол кристалл менеджмент әлі пайдаланып келе жатыр. Ол тем более 8 теңгеден, 10 теңгеден сатып алды. Ал енді сол газды бізге тағы да олай емес деп жатсыз, мен бірақ ол бетімнен қайтпаймын. Біз 203 миллионды өзіміз пайдаланып тұрмыз ақшабұлақтан. Қалған 600 миллионды жаңағы Атыраудан, Өгішіден, Бейнеу, Бозойдан пайдаланып тұрмыз. Ояқтан келетін газын әрине бағасы қымбат, сондықтан біздің бағамыз қымбат болып тұрған сол. Егер біз кристалл менеджменттен 200 миллионды алатын болсақ, онда біздің бағамыз 10 теңге, 12-13 теңгеден аспаған болар еді деп, мен оны қалай дәлелдеймін, сол позициядан қайтпаймын. Ал енді ол мекеме алсын, Бейнеу, Бозой, Өгіші деген сояқтан газды алсын. Ал енді екінші, осы байланысты 19 жылы монополия реттеу облысы басқармасына рахмет көтеріп, газдың тарифін қымбаттатып жіберген жөнінен арнайы 44-ші бюромен газдың бағасын төмендету жөнінен арна бұйрық қабылдады. 2 жыл айтыстық, біз соған амал жоқ, біз кірістік, мемлекет басшысына дейін шықтық. Бас прокуратура бар, қаржы мониторингі бар, энергетика министрлігі бар, антимонополия бар. Сол ақыры әйтеуір бекеріп 2 жылда да сол мойындамай ақыры өткен жылдан бастап сіздерде бетті болдыңыздар. Сөйтіп алғашқы 20 жылдың артық алған 1 миллиард 442 миллион теңге қайтару жөнінен шешім қабылдап, сол қазір
20-да 9 теңгеден қазір 14-те 60 теңгеден халық 6 теңгеге төмендетіп қазір рахатын көріп отыр. Бірақ енді оның мерзімі ертең август айында бітеді. Енді 21 жылға тағы да артық пайдаланған, артық алған, заңсыз артық алған 902 миллион теңгенің ақшасын, сол әлі де қайтпады деп, әлі біз бұнымен тағы да айналысып отырмыз. Рахмет, мына облыстық монополия реттеу департаменті тағы да сотқа беріп, соттан кеше 28 ноябрь күні жеңіп шықты. Жеңіп шығып, сол енді мәжбүрлеу ретінде қазір кеше январда қағазы келіп мойындап, енді сол ақшаны қайтарадан болды. Бұл да халықтың мінекей көп ақша, 2,5 миллиард теңге ақша көп ақша ғой. Егер бір жерде 5.000 теңге береді десе, жұрттың бәрі жерге төбелесер еді. Қазір біз әр оттың басы кемінде 50.000 теңгеден қазір үнемдеп отыр. Сондықтан сонда мен кеше ғана сөйлестім, тағы да ертең август айынан бастап сол 902 миллион теңге тариф төмендету арқылы тағы да қайтарылмақшы. Демек бізде 14-те 60 теңге қазір осы бағаны бірінші өтінішіміз, осы бағаны жалпы ұстап қалса деген өтінішіміз бар. Біз енді 10 теңгеге, 12 теңгеге, бірақ 14 теңге 60 теңгемен. Егер біз оны ұстамасақ, ертең қайттан 18.652 теңге қайттан көтеріліп кетсе, бұл тағы халыққа біраз әсер етеді. Кешіріңіздер, енді уақытты шамалы мен бұл халық түсінсін деп сізге өтініш айтып бірінші осы бағаны ұстап қалуға өтініш білдіреміз. Екінші мына жарыққа байланысты. Жарыққа байланысты енді жаңа айтып өтсін 18 теңге деп. Бізде 15 теңге 60 теңгеден әр оттың басы 70 киловаттқа шейін 15 теңге 60 теңгеден төлейді, қалғаны сосын бар артық төлеп жатса, артық пайдаланып жатса 19 теңге, одан кейін 24 теңге. Неге болай? Енді ол халықтың бір несі бар ма, кінәсі бар ма? Біздің Қызылорда облысында жаздың күні 50 градус болады. Барлық үйде кондиционерсіз отыра алмайды. Екінші этаждың барлығына насос қойған. Ауылдың елді мекендердің өзінде соны пайдаланып, насос пайдаланып отыр. Бұның бәрі жарық. Амал жоқ. Сондықтан бұл тарифті меніңше сол 15-те 60 теңге аз емес қой. 13 теңгеден пайдаланып қалған облыстар бар ғой. Бұл экология апаттағы облыс, сондықтан 15-те 60 теңге сол көлемде 18 емес, 15-те 60 теңге жаңағы 70 киловатт ұстап, одан кейін 10 үстіндегі деп 26 теңге көтеруді қою керек. Пайдаланып отыр. Қайын жетіскеннен пайдаланып отыр. Сондықтан сол 15 теңге 60 теңгенің көлемде ұстап қалғанын мен сіздерден өтініш ретінде халықтың өтінішін есептеймін. Бұл енді кристалл менеджмент, енді Қызылорда облысы 89 мегаватт пайдаланып отыр деп отырмыз, дұрыс қажет. Енді қанша мегаватт екенін примерно 20 мегаваттай салатын шығар кристалл менеджмент. Қызылорда қаласында 8 теңге 80 тиыннан сатып отыр. Неге ол 15 теңге 60 теңгеден сатып? Оның арасында ақша қайда ол? Кім пайдаланып отыр? Мен ол мәселені бір рет көтердік біз. Бұл қолдауда энергетика министрлігі Болат Ақшолақов мырза да бұл мәселемен айналысамыз, бұны қолдаймыз деді. Бірақ сол почему-то аяқсыз қалды. Неге ол екі ортада делдал бар? Қазір президенттің тапсырмасы бойынша өнім шығаратын орын менен өнім пайдаланатын орынның арасында делдалды құрту керек дейді. Бірақ біздің екі ортада делдал отыр. Ол делдал былайша тағы да мен Нұрмағамбетов вице-министрі бар, сіздерде ғой энергетика. Сол кісіде Жандосқа да ол жігіт те осы Қызылорданың жігіті. Сұрақ қойдық. Ол айтты, сонда бір ереже қабылдадық, 56 тиыннан әр киловаттына олар сөйтіп ақшалап екі ортадағы қызмет дейді. Не істеп жатыр қызмет? Не істеп жатыр ол қызмет? Ештеңе істеп жатқан жоқ. Ортада отырып, кабинетте отырып, айналдырған бір 100 адамға жетпейтін адам отырып, сол 56 тиынның өзінен біздің Қызылорда облысы миллиард киловаттан артық қызмет пайдаланады. Соның өзінде тараптан қарап отырып 560 миллион теңге ақша түсіп отыр. Көрдіңіз ба? Ал енді жаңағы мен айтып өттім, 8-де 80 теңгеден сатып отырған 15-те 60 ортасында 7 теңге қайда кетіп жатыр. Тем более сол кристалл менеджменттегі адамдармен сөйлесіп, кездесіп, олардың генерал директорымен кездестім. Сонда айтып отырмын, ортада делдал рахатын көріп отырмын. Миллиардтаған ақша. Ал мінекей мына крек, мысалы, кректің басшысымен кездестім. Сол ақшаны неге кректің өзі жинап, өзіне пайдаланбайды? Қарап отырып, ортадағы делдалды асырап отырмыз қазір. Кеше Ақжол партиясы айтты ғой жаңағы Екібастұзда ма қай жақта? Сонда делдалдың кейбіреудің айлығы 10 миллион теңгеге барады дейді. Сондықтан делдалды құрту керек.
айналайын үкімет, айналайын энергетика министрлігі осыларға шамаңыз келмей жатыр ма? Өткен жолы осы декабрь айында осы делдал деген тоқтайды деді. Почему делдал қайтадан жеңіп шықты? Неге бұлай? Демек, бұны қолдаушылар бар. Бұл жерде коррупция бар бұл жерде. Сондықтан делдал тоқтату керек. Даже мінекей сол делдал, біз Қызылорда Крекке кезінде 1 миллиард теңге біз сатып алдық жекеден. А сол жекеден сатып алған адам 10 жыл басқарып тағы да сол мекемені. Енді тағы да соның барлық ақшасын сол делдал жинап отыр. Оны мен де ашықтап айтатын Баймаханов бар еді, енді ол кісі хабар сенбей қалды ма? Мысалы, Сабылақта басқа жерде прописка жоқ адамдардың айына жаңағы киловаттына 20 теңгеден төлейді дейді. Ол да Қызылорданың азаматы ол прописка жоқ па, бар ма? Ол неге 15-60 теңгеден төлемейді? Сондықтан бұл мәселені Серік Салауатұлы, мен енді облыстық әкіміне айтарсыз, сіздер айналыспай жатсыз деп айтып отырған олақ бұл, айналысып жатсыздар, шақырып жатсыздар, кездестіріп жатсыздар. Бірақ енді осы бір нәтижесі болу керек. Бізде мінекей тариф төмендеу керек, светтің делдалын құрту керек. Ona 224 елді мекен газдандыруға қаржы жолды бөлу керек. Менің өтінішім болса, тыңдағандарыңызды көп рахмет. Biz енді бірінші рет кездестік. Өзіңіз айтып кеттіңіз, сұрағыңызға рахмет. Енді ешкімді қолдап, барлық заң аясында жұмыс жасалып жатқан жайт, соны мен айтып өткім келеді. Егер бізде газ Ақшабұлақтан кристалл бізге бәрібір кристалл ма кім қандай мекеме. Қазіргі таңда ол мекеме Қазгермұнай және басқа да жер қойнауы пайдаланушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыр. Яғни ол деген мұнай өндіруге тиісті және халықтың жұмыс орындарына оларға айлық төлеуге тиісті міндеттемелерді алып жатыр деп есептейміз. Оның бағасы қазіргі таңда 12 теңге, ол тасымалдаушы құбырларының тарифін санамағанда. Яғни деген ол 12 теңгені қазіргі таңда мысалға арзан ой түсінікті болу үшін ешқандай арзандықпен алып жатқан жоқ. Оның электроэнергиясы көбінесе енді 80% менің білуімше одан артық болмаса жер қойнауын пайдаланушыларға сатылып жатыр. Қалғаны мүмкін электр желісіне қосылып осы облыс төңірегінде сатылып жатқан шығар. Бірақ бұл жерде жаңа мен слайдта айтып өттім, сіздер электр энергиясының тұтыну көлемі 1,9 миллиард киловатт сағат болса, оны өздеріңізде өндіріп жатқан көлемі 0,6 миллиард киловатт сағат. Бізде бүкіл есептердің бәрі дәлелдері бар. Алдында да сіздермен кездестік. Жазып алдым тағы кристалл, БКТ жаңағы уақытша компенсация тариф, электроэнергетикасының тарифі, СО мекемелерінің одан ары қарай жұмыс істеуі. Қазір енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, менің әріптесім ол да келді, осы жерде өмірген Жұмағанбетов Жандос Демесімов деген азамат электр энергиясы және жылу заңдарына бізде тиісті өзгерістер жүргізіліп жатыр. Ол бойынша түсіндірме жұмыстары әлде де өткізілетін болады. Өңірде жазып алдық, көрсетуге дайын. Тағы да егер бізден есептер, дәлелдер керек болып жатса, барлықтарыңызбен кездесіп жатсыздар. Барлық мекемелер ашық. Осы жердегі азаматтар бәсекелестікті қорғау, монополиялар департаментінің басшылары, аймақ басшысы, барлықтар есептер сізге көрсетеді. Қажет болса, тағы да дәлелдеу керек, көрсету керек. Егер біздің жақтан қандай кемшіліктер болса, біз онымен жұмыс жасайық. Бірақ сіздердің айтылған көтерілген сұрақтардың бәрін жазып алдық. Енді сол бойынша түсіндік, назарға алдық. Қазір мен ешқандай уәде бере алмаймын, осындай болады. Ол үлкен бүкіл елге тиесілі механизм. Сол себепті біз бұны мейлінше біздің талап, бізге қойылып жатқан үкімет басшысының біздің талабы күрт
тарифтердің күрт өсірілмеуіне жол болдырмау. Сол себепті жаңа көтеріліп жатқан сол сұйытылған мұнай газының да мәселесі сол. Барлықтарын енді ешкім жақтап жатқан жоқ, дұрыс түсініңіздер. Бірақ ол кісілердің, ол мекемелердің артында да жұмыс орындары, олардың да айлықтары, дәл сол сияқты азаматтар, осы біз сияқты азаматтар жұмыс жасап жатыр. Біз балансты түрде оны қарастырып жатырмыз. Күрт өсірмеудің қамын, сонымен қатар осы мекемелер, олар салық төлеп жатқан мекемелер, айлық беріп жатқан мекемелер, олар да тиесілі өздерінің операциялық шығындарын өтеу қажет. Сол баланстық тұрғыдан бәрін қарастырып жатыр. Көп рахмет. Құрметті кездесуге қатысушылар, осымен жұмысымызды аяқтауға болатын шығар. Біраз мәселеге жас-басын қарадық. Асхат Омар, сіздерге рахмет. Жалпы Қызылорда облысының тұрғындарының атынан біраз жұмыстар жасалып жатыр, бірақ проблема жоқ емес, өкінішке орай бірлесіп сол жұмыстарды жүргіземіз. Сіздерге міндетті түрде хабарландыру